Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерімізде өте дәмді қамыр үгітіліп тұрған ерекше шашлык тәріздес, яғни осындай таяқшадағы самсаның жасау жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сонымен достар, ең бірінші кезекте шашлык самсамызды дайындамас бұрын осылай таяқшаларымызды суға малып қоямыз. Таяқшамыз сулы, дымқыл болған кезде, жаңа духовкаға салып пісірген кезде таяқшамыз күйіп кетпейді. Достар, енді қамырымызды илеуге көшеміз. Бұл самсаның қамыры үгітіліп тұрады, өте дәмді болады. Ең бірінші кезекте осылай бір жұмыртқамызды салып, толықтай араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен жаңағы өлшенген сүтімізді құямыз. Тағы да араластырып, үстінен сармайымызды, ерітілген сармайымызды салып араластырамыз. Енді үстінен жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Енді үстінен жаңа құрғақ ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Видеоның төмен жағында описание бөліміне керекті ингредиенттердің, керекті заттардың құрамын барлығын астына жазып қойдым. Сол бойынша жасасаңыздар, қамырыңыз жұмсақ, қолыңызға да, ыдысыңызға да жабыспайтын болып иленеді. Осылай достар, қамырымызды қолымызбен біріктіріп илеп алдық. Енді бұны шамамен 10-15 минутқа тындыруға қоямыз. Біз ол аралықта салмасын дайындаймыз. Салмасына ет, май және де пияз, картошка қостым. Әрине қалауыңыз бойынша жасасаңыз да болады. Және де татымына қарай тұз, және де дәмдеуіштерден қара бұрыш немесе зира қоссаңыздар болады. Ерекше иіс береді. Мен осылай ұнтақталған зира қостым. Неке достар, барлығын қосып, дайындап алғаннан кейін араластырып, дайындап аламыз. Неке достар, біздің салмамыз дайын. Енді біздің қамырымызда осылай үйі қанып, дайын тұр екен. Қолымызбен осылай басып, ұсақ бөліктерге бөлеміз. Достар, мінекей самсаның формасын жасауға дайындап, осылай дөңгелектеп дайындап алдық. Әр осындай домалақ бір бөлігіміздің көлемі шамамен 35 грамды құрайды. Енді бұны сақтап, оқтауымыздың көмегімен жазамыз. Қатты жұқа болудың қажеті жоқ. Міне видеодағыдай орташа көлемде жазып дайындап аламыз. Мен осындай бір таяқшаға 3 самсадан болды. Неке достар, үшеуінің көлем бірдей болып жазылды. Осылай біріктіріп, самсамызды түйеміз, ашылып кетпеуі керек. Неке достар, осылай барлық самсамызды түйіп дайындап аламыз. Сыртындағы қамыр осылай қалыңырақ болса, онда өте дәмді болады. Өйткені май көбірек қосылғандықтан қамыры үгітіліп өте дәмді болады. Сәл осындай қалыңырақ жасаңыздар. Неке достар, 3 самсамызды қатар тізіп дайындап алдық. Неке судан жаңағы таяқшамызды алып, осылай орналастырамыз. Достар, видеода барлығы түсінікті, тура осылай барлық самсамызды тізіп, түйіп дайындап аламыз.
Достар, осылай барлық самсамызды түйіп дайындап алдық. Енді бұны әрине әсемдік үшін бетін осындай жұмыртқаның сарысын жағамыз. Әрине мінекей әсемдігі үшін тағы да үстіне күн жүретін немесе макс епсеңіздер де болады. Мінекей достар, барлығын түйіп дайындап алдық. Енді бұны шамамен 35-40 минутта 200 градуста пеште пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің самсамыз дайын болды. Иісі керемет болып аңқып тұр. Осы рецепт арқылы сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте сәтті шықты. Дастарханыңыздың көркін ашатыны және де келген қонақтарыңыздың көңілінен шығатыны сөзсіз. Егер сізге видео рецепт ұнаған болса, немесе осы рецепт соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, менің арнама тіркеліп алуды және де жоғарыда жазылған менің инста парақшама да жазылып алуды ұмытпаңыздар.